Сәлеметсіздер ме? Эфирде интервью озедай бағдарламасы сіздермен бірге Билкис Бахари. Бүгін жолым болды 95 жастағы ардагер журналист Уолтер Бинхаммен сұхбаттаспақпын. Ол Холокост пен екінші дүниежүзілік соғыстың куәгері, әлі де қызмет етеді. Екі бірдей апталық радио бағдарлама жүргізеді. Уолтер, қош келдіңіз. Дін, нәсіл, соғыс, қақтығыстар мен бейбітшілік. Бұл сөздерді жаңалықтардан күн сайын естиміз. Әлемде бейбітшілікке арналған талай конгресстер, форумдар, пікірталастар өтті. Дегенмен жер шарында шиеленістер мен қақтығыстар жоқ емес. Сіздің ойыңызша бұл неге әлі де жалғасып келеді? Қақтығыстардың себебі неде? And what is the root cause of the conflicts? Well, we were at a conference which was about all religions and about cooperation and understanding and respect for... Біз дінге байланысты өзекті мәселелер талқыланатын әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің съезінде болдық. Қазақстан президентінің 3 жылда бір рет мұндай алқалы отырыс ұйымдастыратындығы керемет. Мен съез барысында осыдан 3 жыл бұрын өткен съезд қорытындысы бойынша діни лидерлер қарым-қатынасында қандай өзгеріс болды деген сауал қойдым. Қатысушылар қарым-қатынасымыз дамып келеді. Бірінші съез кезінде кейбіреулер бір-бірімен мүлдем сөйлеспеген болатын. Енді диалог орнатылып отыр деп жауап берді. Бірақ бұл әзірге келіссөз ғана, нақты әрекетке көшу керек. Мұны микрофонмен діни лидерлерінің біріне барып, сізбен сөйлессем бола ма деп сұрадым. Ол болса қандай елден келгенімді білмек болды. Израильдің ұлттық радиосынан дегенде ол маған сұхбат беруден бас тартты. Бірер сағаттан соң тағы да сол кісіні көрдім. Бір дастархан басында шай іштік. Мен тағы да сауалымды қайталадым. Ол мүмкін сұхбат беріп қалармын, бірақ алдымен сыйынып келейін деп жауап берді. Ендеше кездескенше дедім менде. Ол ислам әлеміндегі жоғарғы лауазымды тұлға. Ол жанында отырған бірнеше адаммен ақылдасты. Оларда қандай бұқаралық ақпарат құралдарынан екенімді сұрады. Израильдің ұлттық радиосы екендігін айттым. Қорытындыны өздеріңіз де түсініп отырған шығарсыздар. Ол сұхбат беруден бас тартты. Дәл осы кісі отырыста өзара байланыс жайлы өте жақсы сөздер айтқан болатын. Ал іске келгенде саясат кедергі жасады. Өкінішке қарай қазір осындай жағдай. Саясат барлық діни бастамалармен диалог орнату талпынысына балта шабады. Өте қиын жағдай әрине. Біздің жер шарымыздың айдан түсірілген фотосуреттерін алғаш көргенімде көзіме жас келді. Мен бар болғаны осы ма? Неге ендеше бәріміз бейбіт өмір сүре алмаймыз дедім. Неге күресуге тиіспіз? Өйткені мұның бәрі саясат. Саясат мәселесі шешілмей діни байланыс орнамайды. Ол әрқашан екінші кезекке қала береді. Overrides all religious efforts to... It's all politics, and it's very, very regrettable. When I first saw the pictures that were taken from the moon of the earth, and I saw the earth, I started to cry. I said, this is it? And in this place we cannot live together, we have to fight. And yes, it's all politics. And until we solve politics, all the talk about religious cooperation is secondary. Нәсілдік және діни үндестікті табу әлемде кеңінен талқылануда. Дін мен дәстүр біздің махаббатқа, сыйластыққа және бір-бірімізге деген сабырлыққа үйретті. Өзіңіз соғыс куәгері болғандықтан адам табиғаты қақтығыстардың себебі неде деп ойлайсыз? Well, people are greedy. People want what the next person has. Let me give you a brief example. Адамдар қанағатсыз ғой. Біреуде бар нәрсенің өзінде де болғанын қалайды. Bir ғана мысал келтірейін. Социализм мен коммунизмде бәрі бірдей ақша алатын, ал қазір бір адам сол ақшаға сыра алады, ал екіншісі үнемдеп велосипед сатып алады. Кейін адамдар мынаған қара, ол велосипедті қалай сатып алды деп таңырқайды. Бұл адамның сараңдығы. Кез келген адам өзгеде бар нәрсенің өзінде болғанын қалайды. Әсіресе батыста мұны Джонстардан қалыспау деп атайды. Көршінің көлігі үлкен болса, сен де өзіңдікін сатып, басқасын әлдеқайда үлкенін алуға тырысасың. Қанағат жоқ деген осы. Адам табиғатын өзгерту оңай емес. That's greed and human nature very difficult to change. Әлем қоғамы жаһандық қақтығыстарды Израиль-Палестина шиеленісін шешуге қалай қолдау көрсете алады?
Егер сіз менен Израиль-Палестина шиеленісін сұрасаңыз, мен ол туралы бірнеше сағат қатарынан сөйлей аламын. Израиль-Палестиналық арабтарға өте ауқымды келіссөздер ұсынды. Жеріміздің бір бөлігінде бермекші болды. Біздің бұрынғы премьер-министрлер Эхуд Ольмерт пен Эхуд Барак оларға қалаған нәрселерінің 95%-ын ұсынды. Бірақ олар бас тартты. Өйткені олар Палестинада еврейлер болмау керек деп есептейді. Олар біздің кеткенімізді қалайды. Өйткені бәрі бастау алған киелі жерге еврейлердің қайтып оралғанына көне алмай отыр. Бұл мәселеге әлем қоғамының әсер етуі қиын болатыны анық. Екі тарапта диалогқа дайын болулары керек. Олай болмаса, дау-дамайды тиімді шешу мүмкін емес деп есептеймін. Түрлі ұлт пен ұлыс өкілдері тұратын елде бейбітшілік пен бірлікті қалай сақтауға болады? Қазақстанда 131 ұлт өкілі бар, оның 80% мұсылмандар, шамамен 20% христиандар. Қалай өмір сүретіндіктеріңізді көріп отырмыз. Ешкім ешкімге бөгет жасамайды, мазаламайды. Осылай болуы тиіс. Бейбітшілік орнауы үшін барлық тұрғындар бір-біріне жылы пейілдік танытулары керек. Сұхбатыңыз үшін рахмет, Уолтер. Сізбен әңгімелескеніме қуаныштымын. Сіздер интервью ОЗД бағдарламасын тамашаладыңыздар. Біздің барлық шығарылымдарымызды Қазақ ТВ KZ сайтынан көре аласыздар. Келесі кездескенше бізбен бірге болғандарыңыз үшін алғыс білдіреміз.